Hazır roman жазуу деген bir оңай шаруа сияқты болып көрінетін болды. Тіпті бұрын қалам ұстап көрмеген, баспасөзде әңгімелері, повестер жарық көрмеген көркем шығармалар. Беймәлім жастардың өзі бірден роман жазып, кейде бір сыйлықтарға ие болып жатады. Бұл әрине бір жағынан жақсы, себебі роман деген сөздің алдында сол жауапкершілігінен қорқып бара алмай жүретін қорқынышты сейілткендей болады да. Былай әдепкі жағдай сияқты болып сезінетін болды да қаламгерлер. Мен неге жазбаймын деген сияқты. Енді бұл негізі әдебиет деген эксперимент болмау керек. Эксперимент болмау керек. Жазылды. Сәтсіз болса, оқырман қабылдамайды оны. Ол қалады солай. Егер сәтті роман болса, ол қолдан қолға алынып оқылады. Әдебиеттің тарихына орын алады. Ол жазушы жақсы биіктерге көтеріле алады. Енді қазіргі романдардың шығып жатуы, 10 романның бірден шығуы. Бұны бір жағынан қолдай тұра, екінші бір жағы бар. Өзі өмірінде ешқандай бір көркем шығарма жазып көрмеген адамның бірден барып романға барып қойып кетуі деген бір жағынан қарағанда бір жауапсыздық сияқты болып байқалады. Немесе көзсіздік сияқты болып көрінеді. Енді бір сыншылардың айтуы бойынша, осы шығып жатқан романдардың көбі романның классикалық романдардың талаптарына жауап бере алмайды. Көбі шұғылаңқы, не еткісі келгені түсініксіз. Қай-қайдағы бір философияларды айтып кетеді. Одан кейін бір философияға беріліп алып, адамды айдалаға бір жаққа алып кетеді. Қызықсыз. Одан кейін ода бір кейіпкерлер жоқ, үлкен характерлер жоқ. Мына заманымыздың қазір адамдардың өзі бір скрытный болып кеткен. Скрытный деген көрсетпейді характерлерін қазір. Характер көрсетуге қорқады адамдар. Үндемей жүргенді жақсы көреді. Қазір өзі бір сондай заман ғой. Неше түрлі заң шығарып қойған. Ананы істесең мынандай болып кетеді, мынаны істесең мынандай заң бұзған болып шығасың, анандай істесең мынандай заң бұзған сияқты болып шығасың. Содан қорқады да адамдар үндемей тыныш, еш жерде ешқайда бармауға тырысады, ештеңе айтпауға тырысады, ештеңе жасамауға тырысады. Мен ондай адамдарды қоғамдық өмір бұрқ-сарқ қайнап жатпағаннан кейін адамдардың характерін жасау деген де оңай емес. Адамдардың характерін зерттеу деген оңай емес. Оқиғаларды теріп ала білу. Күнде бір оқиға болып жатады ғой өмірде. Ал енді көркем шығармаларды алып қарасаңыз, осы өмірде болып жатқан оқиғалардың көпшілігі жоқ. Әйтеуір бір жерлерден теріп алған оқиғаларды. Осындай бір үлкен әлеуметтік жүк көтерген халқымыздың өмірін бейнелейтін, қазіргі сейіліп бара жатқан, азайып бара жатқан өзіміздің салт дәстүрлерімізді кішкене тірілтетіндей, қазақтың болмысын тірілтетіндей бір үлкен романдар керек қазір. Тарихи романдар керек. Ана Жорж хан туралы бірнеше тарихи романдар шықты ғой, сол сияқты романдар керек бізге. Ана 20-шы ғасырдағы болған оқиғалардың бәрін үлкен қылып суреттейтін бір үлкен полотнолы романдар керек. Жақсы характерлері бар. Мына Мұхтар Әуезовтен кейін тарихи роман жазуды дәстүрі бір керемет қалыптасты ғой. Мұхтар Әуезовтен кейін Ақжайық
деген үлкен романы шықты. Хамза Есенжановтың. Одан кейін мына Сәбит Мұқановтың өмір мектебі деген бірнеше том. Ана Шоқаны туралы 2 том Аққан жұлдыз деген роман шықты. Сол сияқты көптеген үлкен романдар жарық көрді ғой. Сол сияқты бұл толқын керек сияқты. Қазіргіде керек сияқты. Біз енді мына қазақ халқының өзі салт дәстүрі бөлек халық қой. Тыныс тіршілігі де бөлек халық. Өзінің тарихи жолы бар халық. Осы тарихи әдебиеттің тарихи жолынан адаспау керек. Адасуымызға болмайды. Мына ағылшындарға, жапондарға еліктеп солай қарай кетіп қалуымызға болмайды. Біздің әдебиетімізде өзі қазақтың ешкімге ұқсамайтын тарих сияқты ешкімге ұқсамайтын әдебиетіміздің де өзінің жолы болу керек. Сондықтан тарихи романдарды жазып жатқан үлкен романдарға қалам сілтеп жатқан қаламгерлердің қоштау керек қадамдарын. Бірақ енді осы романдарға бір талдау жасау керек жақсылап. Дөңгелек үстелдер ұйымдастырып, ғалымдарды қатыстырып, сыншыларды қатыстырып, бұл қазақ әдебиетінің деңгейі түсіп кетпеу керек. Егер роман деген атпен кім көрінген солай бұрын ештеңе жазбаған журналист, мақала жазып жүрген адамдардың бәрі роман жазып кететін болса, онда әдебиеттің деңгейі күрт төмендеп кетуі мүмкін. Сондықтан бұл романдар қандай роман деген мәселені осының басын ашып қарап, роман деген мәселеге жауап бере ала ма, соны анықтап көру керек.